Бәріне сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге денсаулық каналы, мен Венера Жаргерқызы. Бүгінгі видеода әдеттегідей сіздермен пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр және әдісін көрсеткім келіп отыр. Бүгінгі видеода тізе ауруы, артрит, артроз, буын аурулары туралы айтатын боламын. Ол үшін бізге желатин керек. Желатин, пищевой желатин, бір қасық желатин керек және стакан қасығымыз керек. Бір қасық желатинді алдым. Енді стаканға салатын боламын. Стаканға бір қасық желатин салдық. Енді осыған 50 грамм су құямыз. 50-70 грамм су құйдық, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл су қайнаған салқын су құясыз. Сосын жақсылап тұрып бұлғайсыз да холодильникке, тоңазытқышқа 18-20 сағат қоямыз. Яғни түнде дайындап қоясыз, келесі күн аласыз. Осы желатиннан дайындаған қоспаны 5-10 күн ішеміз. Күнде таңертең аш қарында 30 минут бұрын ішіп алыңыз. Тамақ ішпей жатып 30 минут бұрын ішіп алыңыз. Бұл қоспаның кері әсерлері бар. Іш қатып қалуы мүмкін, сондықтан да сұйықтықты көп ішіп жүріңіз. Осыны пайдаланып жүрген кезде айран ішіп жүріңіз, суды күн сайын аздан ішіп жүріңіз. Әрине бұл әдісті жасау-жасамау өз еркіңіз. Сондықтан да ойланып, дәрігермен кеңесіп, бір шешімге келіңіз. Бұл деген тізе ауруы, артрит, артроз, буын ауруларын емдейтін әдістің бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Көп денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.